Қайырлы кеш, қымбатты достар. Менің атым Рита Қуатова, Ақтау қаласында тұрам. Қазіргі таңда мен фармаси турциялық компанияны, продуктовый компания, турецкий халал сертификатымен, GMP сертификатымен өте керемет компанияны продвигать етіп жатырмын. Қазір бізде осы компанияның маркетингін талқылаймыз. Компания негізінде турецкий. Доктор Туна деген кісінің жұмысы. Доктор Туна 1923 жылы туылған. Ол кісі өте керемет каштангель, паприка, каштангель және шили паприка деген өте керемет гельдермен атағы шыққан. 70 жыл бойы Европа елінде сатылған. Қазіргі таңда мен фармаси компаниясын мақтан тұтынып айтар едім. Біріншіден, Европа ол өте сондай дамып кеткен. Европа енді бізден алға жүр ғой. Сол Европаның рыногына соответствовать етіп, солардың фарма несіне прям аптекасында прямой продажаға тұру, ол 70 жыл бойы рынокта тұру, ол әрбір компанияның қолынан келе бермейді. Яғни бұл заттар 70 жыл бойы осы рынокты, Европаның рыногын бағындырып отқан сондай керемет продукциялар қазіргі таңда бізге жаңағы доступны. Біз вообще қуаныштымыз, бақыттымыз, сондай высокий уровендегі жаңағы сертификаты барлығы соответствовать тұрған сондай продукциялармен қазіргі таңда біздер қолданып жатырық. Және де өзіміз қолданып отырып, балаларымызға қолданып жатырық. Айналада ағайын тумаларымызға қолданып жатырық. Яғни бізде кішкене дамыған елдердің қатарына қосылып келе жатырмыз. Сол үшін де қуаныштымын. Қазіргі таңда осы 2 айдың жобасында мен қола директорын бағындырдым. Өзім директорға шықтым, және де өзім туған апам Рима Қуатова директорға шықты. Қазіргі таңда осыған қалай жеттік, соның бәрін маркетингпен айтып өтейін. Маркетинг, және де тағы мақтанышты айтатын осы постоянно вебинардың алдында айтып кетем деймін. Business.com дейтін сайт бар, аналитикалық сайт бар. Сол сайттың ең алғашқы несінде прямо жазылған. Business.comның 18-ші орында тұр Business.com'да. MV дейді, өздеріңіз білесіңдер, прямо баяғыда біздің қолымыз жетпеген сондай керемет продукциялар, олар даже 167-ші ма, 67-ші ма орында тұр. Ал біздің фармаси сапасынан және де өзінің сертификатымен, документімен ол сайтқа ешкім жаңа айтады ғой, пабылату кіре алмайды ол жерге. Сенің танысың, менің танысың. Ол жерге сенің соответствие сертификатын болмаса, оған сіз өте алмайсыз. Сондықтан да ол сайтта бар, ол біздің мақтанышымыз. Мен де өзім мақтан тұтам, өзім сондай керемет неде компанияның несін маркетингін айтып отқаныма. 15 жыл бойы сетевой маркетингке келген екен. 15 жыл бойы тоже Европада дамыған, Белоруссияның өзінен дамыған, шетелде дамыған. 15 жыл, соңғы бір 2 жылдықта Қазақстанда келген. Егер де сапасы төмен болса, или пирамида болса, бірінші Қазақстанға шауып келер еді. Қазақстандағы адамдар біріншіден сенгіш, екіншіден біз дейтін ондай дамып кеткен жоқпыз. Дамып кетпегендіктен біздің жаңа айтады ғой, ойымыз қысқалау қайткен күнде де. Бірақ енді жүрегіміз сондай сенгіш жан болғандықтан Құдай осы Алла тағалам осы компанияны бізге нәсіп етті. Қазір мен әуелі Құдай деп айтайын, қолымнан осы компаниядан енді бір ұстадым ба, енді айырылмай. Осы компаниядан енді жаңағы бос директорына дейін жетем деген мақсатыммен жетем. Осы 5 жылдап платина жауып, изумруд жауып отқан мен лидерлерді көріп отырмын қазіргі таңда. Аптаның 2 күн сайын компанияның өзінің вебинары болады. Сол вебинарда лидерлер шығады. Сонда біздің қазақтардың фамилиясы аз, себебі Қазақстанда әлі
енді кіріп жатыр. Яғни ол не деген сөзіміз? Ол біздің рыногымыз бос деген сөз. Енді осы негізінде осы фармация компаниясының 4 түрлі саласы бар, иә? Бірінші саласы мына емдік дейді. Каштан гель, массажный гель, және де тағы да каштан гельдің, каштан гель, глюкозамин, хондроитин, және де несі бар, бірнеше шөптен құралған крем бар. Каштан гель, паприка гель, ол екеуі де лечебный, бірақ олардан біреуінде конский каштан, біреуінде чили паприка бар. Екеуі де чили паприканы білесіз ғой, бұрышты. Ол и так та былай адамның ағзасын емдеуге противовоспалительный. Яғни доктор Тунаның осы екі хитовый продукциясы осы именно гель. Және де қосымша жаңағы крем бар. Өзім сол қазіргі таңда сол кремін жағып жүрмін, массажный крем. Қай заты да емдік қасиетімен фармацевтический әсері болады. Әрбір затының. Даже помада, даже шаш жуатын шампунь, даже суға түсетін гельдер, душа, сабындары барлығы біздің мына терімізге фармацевтический емдік қасиетімен ары қарай емдейді. Мен мысалы айтқанда бұрын суға түскен кездерде постоянно жуынамда обязательно денеме кәдімгі литрлеп, мен даже Индиядан 1 литр май алып келдім, үстіме май жағатын. Қандай гель шықсам да мынандай шаңытып тұрады телімді, аяғымда, да, колготки шешіп жатқанда неприятно, да. Ал қазір мен Индияда алып келген майымды өткен таба алмадым. Қайда қойғанымды білмеймін, потому что біздерде оливковый гель душа бар, сонымен вообще керемет. Енді сондай заттарын айта берсек, ол көп. 2000-нан аса маркетплейс болып кеткен. Мировой уровеньде негізі 15 продукциямен шығады, ал біздерде қазір 2000 продукция, 70 жыл стажы бар. Және де SPF-тер шығып жатыр. Мен Инстаграмда подписанмын, да. SPF, әлде витаминдер көп шығып жатқан. Бірінші сала сол. Екінші ароматы макияж дейді. Ароматы ол біздің жаңағы туалетный вода, безвредный туалетный водалар. Мына туалетный водада вредный химикаттар болса, ол біздің пішіп кетіп себеміз ғой, сонымен ары қарай қан өтіп, әртүрлі аурулар содан шығады екен. Мысалы айтқанда, тері дейтін тесіктер бар ғой, жаңағы дыш, сол арқылы жаман туалетный вода жаңағыдай сепсеңдер, ары қарай кетеді, сіздің ағзаңызға бір ауру болып, ослабить етіп тұрған органыңызға жабысып алып, өміріңіздің аяғына қарағанда өзіңіз еще әлсіреген кездерде, 70-тен асқан кездерде онкология болып, бір қиын ауру болып жабыса кетеді екен. Сондықтан да әрқашанда таза өніммен қолдану ол маңызды, біріншіден. Екіншіден, қазір бізге фармаси бренді Алла тағала бұйыртты. Енді осы таза өнімді біз адамдарға табыстау мақсатында емес, адамдарға қорға ретінде жеткізу міндетіміз әрқайсымыз. Сондықтан да міне помада, духи, соның бәрін біз социальный сетімізде айтып отыруымыз керек. Помадын, егер де сіз базарда алған помадымен ішіңізге химикат кетіп жатсыз, сіз органдарыңызды бүлдіріп жатсыз деп. Олар білінбейді сен дейтін. Бір темекіні бір шеккенде адам өкпесі қарайып кетпейді ғой. Ана помада жайлап химикат помадалар кетіп жатыр. Базарда арзан 1000-2000 теңге помаданы талай жедік. Қазір ойлаймыз, неге жерім ауырады, неге жерде воспаление, да? Енді міне өзіміз сұрағымызға өзіміз жауап алдық. Осы февральдың 28-ден бастап мен қазір фармаси брендінің заттарын қолданып жатырмын. Мен Аллаға мың алғыс айтамын. 49 жасымда болса да таза өзімнің осы фармаси брендінің гель, душа, шампундарын маған Алла тағала нәсіп етті. Енді келесі неміз ароматы макияж. Одан кейінгі нутрициология дейтін, нутриплюс дейтін, ол именно мына ішкі ағзамызға шетін заттар. Яғни алоэ. Алоэнен былай да білет адамдар, алоэн былай шөп алоэнді адамдар емдікке қолданған. Алоэ ол асқазанға, өт жолындағы тастарды ерітуге, және де адам ағзасындағы іш құрылыстарының несін қолдануға арналған алоэсі бар. Алоэ, D3, кофесі демен, бұл яғни ішу жағынан база. Бірақ енді ондай көп емес біздің ішетін заттарымыз. Жуынатын көбінесе жаңағы емдік гельдермен жуыну жағында.
Бірақ 4-5 саты болса да қазіргі таңда біз пробовать етіп алып жатырмық. Мен кофесін вообще обожаю. Кофе коллагенмен бірге. Себебі кофе ол коллаген ішпедім ау деп ойламаңыздар. Себебі кофе алсаңыздар солдан алады. Бірақ жеке дара коллагені де бар. Кімнің буыны ауырса, кім қиналып жүрсе, кімде протрузия болса, іш құрылыстар болса, коллаген ішу керек. Себебі протрузия қайдан басталады? Мына қабырғаның астында бұлшықеттердің әлі кеткен кезде ол жерге барып массаж жасататын ешкім жоқ та, мысалы айтқанда. Сондықтан да ішкі құрылыстардың ол коллаген дейтін шпаклевкасы. Міндетті түрде адам 45-тен кейін жылына 3 ай болса да коллаген ішіп отыру керек негізінде. Бірақ енді қазіргі таңда дейтін ол айтамыз да, бірақ әбден ауырып қалғанға дейін ешкім ішпейді. Сондықтан да біздер кімбіз? Біз соны жеткізушілерміз, біз навигаторлармыз. Сондықтан да біздер мына білгенімізді осындай сабақтарға қатысып адамдарға айтып отыру керек. Не керек саған 80 мың, 90 мың көлегі, сен егерде ауру болсаң? Денің сау, одан да жаңағы 10 мың теңгенің штапель көлегімен жүрген жақсы емес пе, мысалы айтқанда. Сондықтан да соны адамдарға әртүрлі мысалдармен, осындай сабақтармен жеткізуіміз керек. Сондай керемет біздің 3-ші саламыз нутрициология. 4-ші саламыз бытовая химия, ең маңызды. Маңызды дейтін себебім ол біздің ыдыс-аяқ жуатын біздің қазіргі феррий, бірақ бізде посуда для мытья дейді. Посуда для мытья маңызды. Даже феррийдің основательдері өздері айтқан, ферриймен жуғаннан кейін 17 рет сполоснитель жазылып тұр. Феррийдің основателі айтқан. Себебі ол жерде химикат бар. Себебі феррийді жуған кезде ол даже салқын сумен де майды кетіріп атады ғой феррий. Себебі ол өте химический деген сөз. Особенный феррий. Соны ескертіп айтылған, бірақ оны ешкім естіп атқан жоқ. Тойларда келіндер тез жуып атады, өзінде бала-шаға жуа қояды. Сен бүткіл посуданы өзің жуып атпайсың ғой, баласын сетіп. Или болмаса каждый үйде посуда мойка машина тұрған жоқ. Бірақ феррий тұрады. Феррий везде. Феррий тихая эпидемия, который біздерді өлтіріп атқан ағзамызды. Сондайға арналған бытовая химия болады. Яғни, мына феррийдің, мен өзім жалпы көп жылдар болды, феррий алған жоқ, мен специально жаңағы иранский неден заказбен алдыртам. Көп жылдар болды. Бірақ енді көп жылдар болды, кей кездерде жаңағы қолданып қалған кездерімізде болады. Басқа біреудің үйіне барып қонаққа барып, сен ферриймен жуылған ба деп отырмайсың ғой. Кафелерден ішіп жатық, мысалы айтқанда. Сондықтан да ең болмағанда мына үйіміздің ашағымызда посудамыз таза болу керек. Сол феррий маған вообще керемет. Яғни туалет тазалайтын, мына киімді негізінде мына порошокпен жусаң, порошок тұрып қалады да, мына баланың киімдеріне особенно. Мына денеге аллергия береді екен. Содан разный тері аурулары осы порошоктың кесірінен болады екен. Мына біздердегі жаңағы миф, ариэль, тайт көп қой. Солардың барлығы адамның ағзасына уже кожный заболеваниялар әкеліп атады. Порошок негізінде жидкий болған жақсы. Сондай біздің қазіргі таңда біздерде цветной порошок келді. Мен жаңа алып келмеппін үйге, но цветной порошогымыз келді қазір. Андай не, жидкий түрде. Және де белый, для белых. Для белых енді вообще керемет, себебі ол енді вообще каждый кім алады, соның бәріне алады. Сондықтан да енді бұл жерде айта берсе, бұл жерде заттар көп. Енді 4-ші саламыз осы. Енді маркетингге көшейік. Маркетингке көшсек, маркетинг бізде классика. Яғни біздерде бір балл, ол действительно бір балл 350 теңге. Әуелде біздерде Белоруссияның артына кіргендіктен рубль, белорусский рубльмен саналады. Белорусский рубльдің курсымен есептегенде біздің бір балымыз 350 теңгеге тұрады. 350 теңгеге тұратын бір балымыз бар. Яғни, егерде біздерде 3 түрлі адам болып кіре аласыз. Бірінші жай тұтынушы боласың, тек шампун аласың, бояуын аласың, еріңді аласың, керек кезінде аласың, болды, керек емес кезде жоқсың да. Ол тек тұтынушысың. Ал екіншісі сатушы. Мен, например, бізде бір келіншек ең бірінші келген бойда 5 шампун алып алды. 55 балға. 5 шампун алып, 4 шампун. Акция болып атқасын ба, 5 шампун алды сол кезде. 4 шампун былай түсті, біреуі скидпен түсті. 5-еуін алып алды да, біреуін қолдады да, 4-еуін сатып жіберді. Бұл сатушылар.
ол да жақсы. Төртеуін сатқанда да өзің, например, 5600-ден алса, олар 7000-нан сатты. Біріншіден өздерінің балдарын жапты, өздерінің салған ақшаларын шығарып алды. Екіншіден олар ол сатушы. Ал үшінші ол бизнес партнер. Бизнес не? Қазіргі таңда мынаны қараңыздар, көптеген адамдар шығып жатыр. Кім бұл? Сол кісіге беріп қояйын, информация беріңіз қазір. Міне қазір Рима, мен саған бір адам данныйын бердім. Информация бере берші, мен сөйлеп отқасын не қылмай отырмын. Міне инстаграмнан шығып, барлығы менен не қылып жатыр, сұрап жатыр. Давай. Инстаграмнан шығып, адамдар информация сұрап жатыр. Себебі инстаграмнан қалай шығады? Сенің өзіңнің проявлениең. Қалай сен проявишься, солай адамдар шығады. Сол. Енді мына кісіге не бере бер, информация бере бер. Енді қызық жері, бір балымыз 350 теңгеге тең. 55 бал жасайтын, ол примерно 20 000 теңге. Үлкен бизнеске аяқ басу үшін бір 20 000 теңге салуға болады. Мен өзім 2008 жылы, 2009 жылы бизнес бастайын деп 40 000 доллар салғам. Ол кезде доллардың курсы кішкентай болды, деген мен 40 000 долларға үйім залогқа салып, бір жылдай бизнестен банкрот болып, не үй жоқ, не семья жоқ, кеткен 2009 жылы. Ал қазіргі таңда 200 миллион премия алу үшін сенің рискің тек 20 000 теңге. 55 бал. 55 бал жасайтындар, олар бизнес партнерлар. Сондықтан да бұл жерде негізінде мақсат магазинді ауыстыру. Яғни магазин ауыстыру дегеніміз, өзіңіздің мына үйдегі свифкел, жаңағы алып жүрген хлордарымыз бар, доместос, бірдеңелердің бәрін сырып тастап, орнын фармасияға кіргізу. Біріншіден, өздерінің қолданып жатқан заттарынан ақша айлық аласыңдар. Өздерінің қолданып заттарыңыздан мен бөлісе отырып, сіздер табысқа жетесіздер. Адамдарға айта отырып, сіздер табысқа жетесіздер. Осы кезге дейін 49 жасыма дейін келген, мен мысалы айтқанда шашымды да жудым, үйімде таза, бірақ одан маған ешқандай ақша түскен жоқ. Ал фармаси брендін қазіргі таңда мен үйге толтырып алып қоямын, ай сайын 60-70 сом алам осы фармасийдің заттарында. Еще әлі алып атам. Әлі алмаған заттарым көп екен деймін да. Ананы пробовать еткен жоқпын, мынаны пробовать еткен жоқпын. Маған ай сайын 200 балды сау, тіпті осы үйімнен ауысып атқан жоқ. То балама, енді ұлымыз екеуміз тұрамыз, балама деколоным бітіп қалады, то шампуным бітеді, то өзім шампуным бітеді. Сондықтан да біздер дейтін прямо порядка өчерде кәдімгі ауадай қолданып отыр қазіргі таңда. Енді өзім өмірімнің сапасын өзгерттім. Қазір енді кішкене слайд шоуға барып не қылайық, мен қазір нені көрсетейін, трансляция экран жасайын. Мінеки. Қазір. Мына слайд шоумен кішкене немен таныстырып жіберейін. Қазір. Бұл жерде көрінбейді екен ғой. Кешірім өтінемін. Мен зум деп ойлап қалдым ғой. Қазір. Бір қарап жіберейін галереяны. Мен MacBook деп не алып қалыппын. Ладно. Бұл жерде бар екен. Қазір бастаймыз. Бұл жерде азғантай бар екен. Бірақ мына нелерді өзгертеміз. Қазір экранда көрініп тұр ғой, Енді, мысалға айтқанда, міне, бұл жерде бизнесті қарайық. Бұрын енді айтып отырмын ғой, курс кішкене не болған кезде 16.500 болды. Қазір курс мына слайд шоуларды өзгертем. Қазір 20 000 теңге. Бизнесті мәні. Скидка, например, мына жерде суретте қарап отырсаңыз, жердегі дүкенді. Мыналардың бәрі алып отыр жердегі дүкеннен. Ariel, Миф, Тайт, міне, солардың бәрін алып отыр. Скидка жоқ, сыйлық жоқ, ұтыс жоқ, табыс жоқ, саяхат жоқ, премия жоқ. Ал именно шоппинг фармаси біріншіден ең алғашқыдан
біздің денсаулығымызға әсері күшті. Денсаулығымыздың өзімізді қорғай отырып, балаларымызды, немерелерімізді қорғап жатыр. Міне, шоппинг фармасидан. Регистрация тегін бізде. 45% жеңілдік. Екіншіден, сыйлық 4 шаг, 4 шага дейді. Сізге біріншіден келген бойда 45% жеңілдік, дым алмасаңызда сразу тіркелгеннен кейін жеңілдік болады. Бірінші айда сіз көресіз, ал екінші айда осы 20 мыңға сауда жасағанда сізге 7 мыңға подарок беріледі. Яғни 4 ай бойы нарастающий подарктар беріп тұрады. Бірінші айда 7 мың, екінші айда 14 мың, үшінші айда 20 мың, төртінші айда 24 мың. 5 ай әбден үйренгеннен кейін өзіңіз шешім қабылдайсыз. Фармасиямен қаласыз ба, әлде қоясыз ба? 5 айдың ішінде сіздер можетсіз бизнес просто тұтынушыдан сен не болуы мүмкін? Тұтынушыдан сен неге айналуы мүмкін? Сатушыға айналуы мүмкін. А сатушыдан сен жаңағы сатушыдан бизнес партнерға айналасың. Енді ол сыйлық. 30 дегеніміз біздерде 55 балл, және де бізде 125 балл жасаған адамдарда айына эксперт клуб дейтін бар. 30 бар. Яғни сіз 30-қа қатысасыз. 125 балдардың ортасынан пилесос, телевизор ойнатып атады прямо. Керемет адамдар алып атыр. Мүмкін бір күндері сен боласың. 125 балл дегеніңіз ол дейтін, ол ай сайын, қазір айтайын, 44 мың теңгеге зат алып отырсаңыз, үлкен семьяға ол 44 мың дейтін дым емес. Ол түгіл менің өзіме қазір 60 мыңға зат салам, ай сайын. Сондықтан да ол 25 баллды ұстап тұру, даже 44 мың бәрін салмай-ақ қой сен. Жартысын қолданда, жартысын сатып жіберсең, шықпайсыз ба? Мүмкін 30-қа тап боларсыз да, мысалы айтқанда. Ол компанияның атынан да ұсыныс, және де мен өзімнің командалық, біздің өзімнің командама арналған промоушннан да ұсыныс. Как бронзовый директор ұтыстарым бар менің де. Және де айлық табыс. Табыс қалай айтылады? Бәрі айтады да, ойбай, айлыққа қалай шығамыз дейді. Бірақ үкіметтік жұмыста таңертеңнен кешке дейін барып отырады да. Сетевой маркетингте нағыз секіріп шароқ түсетіп дейді да, анда мында дейді да. Біздерде болады ғой, кейде маркетинг өзгертіп жібереді, кейде жаңағы не болып қалады. Ал өздерінің 40 жыл бойы шароқ етсе бір конторда, бір бастықтың бетіне қарап. Онда ойламайды, бір определенный, бір 200-300 мың айлыққа. Оның қасында біздерді путешествие. Мен өзі сетевой маркетингке келгенде көрдім өмірдің не екенін. Оған дейін мен де скептик болдым, банкте отырдым 8 жыл, кассаның төмен қарап, адамдарға қарап, бастыққа қарап, әркімде жалтақтап. Қазіргі таңда мен гордо басымды көтеріп, мен айтам, мен 7-8 странада болып демалып келдім деп. Сол сияқты, ал енді бұл жерде айлық қалай табылады? Айлық сенің продажына. Сенің продажың деп айтсам, ол сатушыға айтылар едім да. Ал бизнес партнерға сен өзің сияқты керемет адамдардан бизнес партнер, бизнес орын сатқанынан келеді. Мысалы айтқанда, айлық, например, сен осы айда 5 адамға айттың, 5 адам барлығы 100 балдан жасады, е? Яғни осы сатқан балыңнан сізге процент жүреді. Чем больше сен бизнес партнер шақырасың, чем больше сенің айлығың түседі. Және де бір шақырған адамдарың, например, 20-30 адам шақырдың, сол адамдар келесі айда подарок үшін алғанда, сен бір шақырған адамнан 4 ай бойы айлық ала аласың. Постоянно бесконечный гонка жоқ, бірақ қайткен күнде де үлкен табысқа жету үшін мынандай керемет затты айта отырып жету ол өте оңай. Тегін саяхат. Сіз директор статусын бағындырған кезде, сізге директор статусы ол 5000 балл. 5000 балл дейтін ол 1,650,000 теңгені табара бұрады. Сізге директор статусын бағындырғанда тегін саяхат, 300 000 айлық премияға тап боласыз. Сонда айтам ғой, мінеке, қандай керемет, Қазір міне несін айтайын.
статусын айтайын. Міне, айлық қалай түседі? Директор. Бұл жерде директорға дейін де табыстап аласың. Сен бір балыңыз, например, 200 балмен, сіз 55 балмен кірдіңіз, иә? 4 адамға айттыңыз. Біреу сыңның, біреу үнің, біреу көршің, біреу кластасың, иә? Сен уже ең бірінші айлық 3%-тік айлыққа шығасыз. Яғни 200 балдың 3% ол сіздің айлығыңыз. 4-5 мың теңге айлық аласыз, иә? Мысалы айтқанда, тек бір айда сөйтіп қоя қойсаңыз, олар сені дублировать етпесе, сол 200 балмен командный. Бір жақсы жері мына 5000 балды, жаңағы 1 миллион жарым. Сен 60-70 адаммен жабасың. Сен оны не обязательно бір адамды не қылу. Бір өзім жабам деп ойламаңыз. Вот. Сондықтан да ол командамен жұмыс жасалатын. Осылайша нарастающий өседі. Міне, ең соңғы 25%-ке дейін компания бөле береді екен біздерге табысын. 25% ол мына 5000 балл болған кезде. Яғни, мына балың көбейген сайын, мына жанындағы проценттер де көбейіп бастайды. Сен, например, 1000 балға жасадың ба, осы айда 1400 балға жасапты, Санзия ханым мысалы айтқанда. Оның айлығы стабильный 50-60 мың айлығы болады. Және де ол 1400 балдың, например, объемын Санзия ханымның бір өзі жасап атқан жоқ, ол командамен жасап отыр. Мысалы, примерге айтып отырмын, да? Сен анаған айттың, мынаған айттың, сол адамдар, сол бір 10-12 адам келесі ай, 4 ай бойы сол адамдардан осы айлықты тауып тұрасыз. Енді давайте үлкеннен айтайық, түйен айтайық дейді ғой. Кішкентайларынан көрдіңіз ғой, да, процентті қалай шығатын? Міне, 12%, 15%, 18, 22, 25%. Енді 5000 балды айтайық. 5000 балл ол директор статусы. Қазір мына жерде 200 мың болып көрінгенмен, ертең ауыстырамыз, сайын 300 мың, мен өзім алып отырмын айлықты. 300 мың айлық аласыз. Және де 400 мың премия. Мыналардың бәрін слайдымды өзгертем. Қазіргі курспен 400 мың премия. Мен 700 мың алдым. Міне. Сосын тегін саяхаттың не? Тегін саяхатқа болу үшін сен әрине бұл жерде кішкене условие бар. 4 ай, 5 ай сен осы директор статусын ұстап тұрасың. Мейлі 5 ай бойы сол командыңды егер новый адамдар шақыр, ол өте оңай. Егер де сіздің командаңызда, сіздің амбицияңызға орай 60 мен, например, 200 балмен жасайтын адамдар болса, сен 25 адаммен ақ сен директор статусын бағындыра аласың. Сол 25 адаммен арғарай дами берсең де болады мысалы. 25 адам 60 мыңға зат алады, 20 мың қолданады, 40 мың сатып жібереді. Также сіз дублировать етсе, сіз сразу бос директорға дейін барасыз. Әрине, біз бірақ адамды бөлмейміз. Біреу 50 аймен кіреді, біреу 70 пен кіреді, біреу 25 пен кіреді. Бірақ бір жақсы жер одно и то же адамдар 4 ай бойы сізден зат алып тұрады. Себебі біздерде мынандай 4 шарт дейтін не бар. Подарка. Жаңа айтып өттім, қазір слайдпен көрсетейін. Міне, бірінші айда бірінші көреді, каштангел ұнайды, шампун ұнайды. Екінші айда уже шағын. Осы 4 шақты алып, одан кейін 4 шақтан кейін не істейсіз деп бүгін сұрап едік. Әрине ала берем. Себебі шампун да нады, не істен нады, мына берған Алла тағаланың нәсіп еткен подаркасын алдым, рахмет, бірақ ары қарай жалғастырып ала берем деді бүгінгі біздің клиент. Мен айтам, 4-ші шағыңыз келді, енді ары қарай не қылмайсыз ба, жалғастырасыз ба десең, әрине сіздің продукция ұнады, ендігі жерде тек фармасидан басқа ештеңе алмаймын деп маған жауап берді бүгінгі бір партнеріміз. Мынау сыйлық мінекей. Енді жаңағы айлықтың процентпен шығатынын айттым, иә. Енді бұл жерде енді тағы да табыс бар. Табыс қазір мен несін көрсетейін мына жерден. Мына жерден қазір мына жерден міне табыстарды міне шығарып қойған. 200 балға 1800, бірақ қазір мынаның бәрін өзгертемін, себебі курс өскелі рынокта. Міне 5000 балл, міне 25%, 3. Міне приблизительно мынау алатын айлықтарыңыз. Слайдың ескілеу болып тұр, кешірім өттім, но дегенмен примерно саналып тұр теңгемен. Енді бұл жерде премиялар бар. Қазір, бір секунд. Алло. Жаңа инстаграмнан шығып жатыр адамдар.
бәрі кешке қарай шығып кетті ғой. Саламатсыз ба? Мен қазір сабақ өткізіп жатыр едім ғой. Мен өзім сізге хабарласам. Қазір сізге бір адам шығады, сол кісіден информация ала беріңіз. Инстаграмда, шынымды айтсам, мінекей, табыс іздеп жүрген адам көп. Мінекей, қазірдің өзінде де кәдімгі звондап отырғызып жатқан жоқ мені. Қазір копировать етейін. Қалай жасайды? Қазір. Рима саған жіберді. Ойнап отқанымды сияқты бір жағынан. Ой, адам түрі шығады. Міне, енді міне премияларға қарайық. Статус директоры, да? 348 000-мен бәрі де маған бұл жерде не шықты? 400 000 ақша шықты. Сіз директор болған кезде, 3 ай бойы директор статусын бағындырған кезде, сізге не болады? Жаңағы бір премия, 400 000-дай премия аласыз. Қазір мына кісін блоктай берейін ма? Бірінші директор шыққан, бірінші өзіңіз директор боласыз, иә? Ана 348 000 емес, 400 000 премия аласыз. Екінші, бір директор шыққанда сіз бронзовый директор боласыз. 417 000 емес, 500 000 болар, осы айда алғанда көрем. Золотой директор болған кезде сіз, яғни сіздің астыңыздан 2 директор шыққан кезде, сіз золотой директор боласыз. Золотой директорның премиясы 626 000. Премияны қалай аламыз? Премияны біз 3 ай бойы директор статусын ұстап отқанда аламыз. Жаңағы өзіңнің астында өзің 2 директор 3 ай бойы ұстап отқанда, 3 ай ұстайтын әрбір директор өзі просто так шықпайды директор болғанда. Өзінің премиясын алуға ұстайды өз үшін. Самое главное, сендер өздерің астан директор өсіре беріңдер. Ол директорға уровень жеткен адам, уже осознанный адам, осы компанияда болам деп келген адам. Яғни өзі үшін ұстайды. Золотой директордың астан 3 директор шықса да, ол золото болып тұрасың. Әрбір директор шыққан сайын сізге 180 000 айлық беріп тұрады. 180 000-нан әрбір директорға төленіп тұрады. 6 ай бойы. 30 000 бөліп төленіп тұрады. Ай сайын каждый директорынан. 10 директорың болса, просто так 300 000-ды алып отырасың 6 ай бойы. 30 000. Мысалға, да? 3 директор шыққанға дейін сол золото статуста тұра бересіз. 4-ші директор шыққан кезде сізде платина болады. Жаңа оның алдында айтып отырым, 5 000 балмен сіз бір директор боласыз. Яғни 4 адам шыққанда платиновый директордың табысы 1 миллион теңге. Яғни енді бір жерге мән беріңіздер менің сөзіме. Мысалы айтқан 1 миллион теңге мына премия ғой. Ал табысы қанша платинаның десеңіз, осының жартысынан көбі, 60-70%. Миллион теңге сіздің премияңыз болса, яғни сіздің айлығыңыз 650 000. Ровно 50%-тен больше ол адамның платинаның ай сайын алатын айлығы. Ал премиясы 1 миллион. Қазір ары қарай уже премиялар өседі, былай елестете беріңіздер. Платина статусың өзгермейді. Бұл жерде 9 статус бар. Статусыңыз өзгермейді. 5, 6, 7 директор шыққанға шейін. 5, 6 директор, каждый директордан сіз, во-первых, объеммен товарыңызды аласыз, жаңағы объемный неңізді аласыз. Және де бұл жерде тағы да келесі бонус бар, қазір айтып өтем, статус оған. Лидерский бонус алып отырасыз. ЛБ деп айтылады. 8-ші директор ашылғанда сізге изумрудный директор деген атақ беріледі. Оның премиясы 3 миллион, яғни изумруд директорына жеткенде сіз ай сайын 1,5 миллион. Осы сабағымның алдында айтқан директор болу қиын ба? Жоқ. Неге? 5 000 балл. 5 000 балл кіммен жасайсыз? Жалғыз ба? Жоқ.
командамен. Яғни бірлік бар жерде, тірлік бар. Ал команда саған қалай келеді? Команда саған қалай айтсаң, солай келеді саған. Сен қалай солай айтсаң, саған қалай солай адамдар келеді. Ал сен махаббатпен, позитивпен, нақты, яркий, өзіңе қойған мақсатыңды алға жеткізсең, тап сондай адамдар саған келеді. Сондықтан мына дейтін өмір дейтін эхо ғой. Жаңа допты ұрғанда қалай шошиды? Так же сенің беруіңе байланысты. Жаңа балаға қандай тәрбиелі болсын, өскенде сол болады ғой. Сол секілді сен директорды қалай тәрбиелейсің сен? Вот. Арасында осындай кішкене мотивационный сөз қосылып кетеді. Мен прям өзім дұрыс айтқым келіп кетеді да просто. Изумруд директоры сізге 3 миллион премия алып береді. Ай сайын 1,5 миллион табыс. Ай сайын 1,5 миллион табыс табу үшін біздің балаларымыз, жаңағы ағаларымыз радиациямен купается мұнайда. Олар ертең 50-60-қа келгенде беттері мыжырайып, жүректері ауырып, сондай бар. А сен 1,5 миллионды әп-әдемі болып тауып отырасың. Көзіңде кірпік, ерніңде әдемі бояу, фигура опрятно. Біздерде жаңағы снижение вескеде нелер бар. Жұмысың тап-таза. 1,5 миллион табысқа шығу үшін. Изумруд статусында 11 директорға дейін изумруд статусы болады сізде. 8, 9, 10, 11. 12-ші директор ашқанда бір адамның армандағы бір статус қой, бриллиантовый статусқа жетесіз. Яғни сен 12 бала тәрбиелеп шықтың дейсіз. 12 бала тәрбие. Ал скорость сен 1 жылда сен бриллиант статус жабуыңа болады. Сен ай сайын бір директор тәрбиелеп, сен 1 жылда жетуіңе болады. Одан да ерте жетуің болады. Ол сенің өзіңнің амбицияңа қарайды. Енді бриллиантовый директордың премиясы 5 миллион. Біреудің микрофон ашылып кетті, біреуіңіз баса қоясыз ба? Микрофонды баса қойыңызшы біреуің. Мен просто қазір шығып кетсем, слайдтан шығып кетем да қазір бару үшін. Міне, бриллиантовый директордың 5 миллион ол премиясы. Яғни бұның айлығы 2,5 миллион. Ай сайын 2,5 миллион. Вообще қызып баратыр, я? 13-ші, 14-ші, 15-ші директор шыққан кезде сол бриллиант статусын тұра бересіз, ай сайын 2,5 миллион табысыңызды ала бересіз. Ал вице-премьердің статусыңыз өзгереді. 16-ші директор шыққанда сіздің ай сайынға табысыңыз 4,5 миллион, но почти 5 миллион. Ал премияңыз 10 миллион дейікші, қазір из-за курса чуть-чуть ауысты, слайдымды өзгертем. Келесі вебинарда уж слайдым басқа болады. Әуелі құдай. Енді қараңыз. 16 директоры ол 16 адам. Сен директор дейтін статусты, мен, например, мен директорым ба, мен иеленіп отырмын ғой. Оның артында өзім командам бар, я? Менің үстімдегі Айсұлу. Мен оған бір адаммын ғой ол. Мен артында 50 адам тұр, мысалы айтқанда. Бірақ ол үшін мен бір адаммын. Сондықтан да 16 адам. 16 адаммен сіз ай сайын 5 миллион табыспен 3 айда бір рет алатын 10 миллион. Мына жерде үй алып алуға болады ма, еші жүрген адамдарға? Мысалы айтқанда деймін да. Ал оған дейін, бриллиантқа дейінгі, жаңағы вице-президентке дейінгі, бриллианттан кейін вице-премьер директорға дейін қанша ақша алып қойдыңыз, я? Олардың бәрін қосып санап отқан жоқпыз, басымыз айналып кетпесін деп. Енді вице-премьер статусында сіз 17, 18, 19 директор шыққанға дейін сол статуста тұрасыз. Бірақ ай сайынғы 5 миллион табысыңыз келе береді. Самое главное, адамдармен, директорлармен, командаңмен деген отношениең бұзылмау керек. Сенің қалай адамдарға отношениең, солай директорларың тұра береді сенің алдыңда. Ал 17-ші директор шыққан кезде, 20-ші директор шыққан кезде сіздер премьер боласыз. Вице-премьер ғой жаңағы. Енді премьер боласыз. Бұл жердің премиясы 20 миллион, ай сайынғы табысыңыз 10 миллион.
Примерде сіз 21-ден бастап 29 директорға шыққанға дейін сен пример боласың. 30 директор шыққан кезде сіз грант пример боласыз. 30 директор шыққанда. Премияңыз 55 миллион, ал табысыңыз 30 миллион. Ай сайын. Ал бос директор болған кезде сіздің бос директор деп бәріміз айтып жатырмыз ғой. Онда сен бос директор болғанда 30 директорыңыз болу керек, 30-ның 12-сі бриллиант болады. Біздің арманымыздағы 125 миллион, бәрі айтам ғой, бос директор бол, мен просто айтпаймын, бриллиант, изумрудтарды айтпаймын, сразу бос дейін келген адамға. Жақсы айта білу керек. 125 миллион теңге ол сіздің премияңыз. Ай сайынғы айлығыңыз 65 миллион, 65 миллионды құрайды, 65-70 миллионды құрайды. Осындай керемет статус бар, 9. Әрине, мына жерде атриптар болады. Атрип дейтін, мысалы айтқанда, сіздің мына 30 директорыңыздан бөлек мелкий аяқтарыңызда болу керек, объем беретін. Ол атрип для премия 1,5 балл жарайды, директор статусына, золотыда 2,5, изумрудтан бастап 5,000 балл болады атриптарыңыз. Енді изумруд болған кезде сіздің адамыңыз да көбейеді ол статусқа жеткен кезде. Сосын 5,000, 10,000, ең көбі 10,000 екен, дым емес. Сен андай шығып атқанда саған 10,000 балл атрип ұстау, это просто қолың жуып келгенмен бірдей болады. Осыдан әуелі Құдай да сол статусқа жеткенде барып көресіңдер. Әуелі Аллам деймін. Осы статусты маған нәсіп ете көр деймін. Қазіргі таңда шетелде сол статус бағындырып отқан адам бар. Шетелде. Ал мына жерде атрип для лидерский бонус дейтін болады. Онда сен тек 1,5 балл жасай берсең болды, лидерский бонусын ала бересің. Ал ол лидерский бонус деген не? Оны қазір келесі слайдымда айтам. Лидерский бонус деген ол пассив. Мінеки. Пассив десек те болады. Себебі лидерский бонус жаңағы, егерде сен жаңағы 2,5, 5,000 атрип ұстамаса, сен жаңағы премияңды ала алмайсың, бірақ айлығыңды ала бересің ай сайын. Бірақ енді бір затқа мен өзім келдім ба, серьезно келем. Келдім ба, дұрысынан келем, мысалы айтқанда бизнеске. Келдім ба, түсіп қалу үшін емес, мен арғарай жоғарлау үшін келеді. Яғни ол саған келген өзіңнің жаңағы амбицияңда. Міне, лидерский бонус деген сен астына бір директор шықты ма? Бір директор шыққанда 4 уровеньге дейін не? Бірінші уровень 4%, 3%, 2%, 1,5%. Мысалы айтқанда, Рима ханым қазір директор статусын бағындырған кезде маған автоматически не түседі. Рима ханымның Санзия ханым бар, оның астында Ардақ ханым бар, оның астында Биаш ханым бар. Сондай 4 уровеньнен маған табыс тұрады екен ол кісінің. Яғни Рима ханымнан маған 10,5% лидерский бонус, ЛБ деп айтады. Бронзовый директор болған кезде ЛБ көбейеді, 10,5-нан да көбейеді. Көрдіңіз бе? 4,5, 2,5, 3,5. Сөйтіп 7-ші уровеньге дейін міне. Көріп тұрсыз ғой, бронза, золото, платина, 9 уровеньге, 7-ші уровеньге дейін лидерский бонус. Ең көп ақша лидерский бонуста екен. Вот. Сондықтан да бұл жерде дейтін өте ақша көп, поэтому ЛБ дейді, бұны лидерский бонус деп айтылады. Өте ақшасы пассиві көп. Ол жақта енді адамдарынан жыбырлап атқан ақша бұл жерде. Енді тағы да шағын айттым. Жалпы 13 түрлі табыс бар деп айтылады. Бұны да мен кішкене переделка жасаймын. Өзіміз тілімізге түсін деп, бұна біздің спонсорлардың слайды ғой. Ай сайын, ең бірінші 13 ай сайын жаңа 33-тен 50%-ке де жеңілдік барлық товарларға. Жылдам старт дегеніміз 18%-тен 20%-ке бір айда жетіп алу. Ол жылдам старт болады. Оғанда бөлек премия бар жылдам стартқа. Сатудан 50-100%. Мысалы айтқанда мен шампунды қыздар, мен жоғары жақ қыздар 10,000 сатып алады. 5,600 алады, 10,000 сатып алады. Ол 2x деп айтылады. 10x айтылады. Даже ол x дейтін сөз сен екі рет қосып сата аласың. Біздерде, например,
10 мың теңге үшін шампунь сатсаң, ол 2х болады. Мен өзім осы кезге дейін шампуным 10 мың теңге болды. Жапын-жаптан алып жүрдім 10 мың, 15 мың шампуньдарын. Но при этом шашым төгілді, сұйыла берді. Дым ешқандай болмаса да 10-12 мыңға. Себебі мен өзімді ойлайтын едім, не деп. Я достойна лучшего деп. Енді әркім әртүрлі ойлайды. Біреу айтады эконом дейді. Мен өзім экономия деген сөзді просто благоразумие деп ауыстырып алар едім. Бірақ сонда да мен өзім жақсы көргеннен жақсы іздейтін едім. Сонда да 10 мың теңгеге сату біздің керемет шампуньды ол дым да емес. Ол дейтін прямо түк қиындығы жоқ. Себебі оның алдындағы компаниядағы мен өзім сатып жүрген сатып продажаларымды білем. Вот. Енді персоналдық бонус дейді 3-тен 25%-ке дейін. Например, сен қанша табыс тауып, сен неше мың айлық алғың келеді? Мысалы айтқанда, сен 5 мың балл жасайсың ба, 1,5 миллион аласың ба, 25% аласың 1,5 миллион. Мысалы айтқанда. Балыңның 5 мың балдың 25%. Ол лично персоналдық бонусты, мысалы айтқанда, сен ешкім шақырмай бір өзі жасауың болады. Сен үлкен супермаркет, сен такая крутая, да, сен үлкен маркет ұстап отырсың, 1,5 миллион алып таста болды. Сен өзіңе құйылады ақша. Прямо сарт-сұрт етіп саған 500 мың айлық келеді. 1,5 миллион қаласың, 1,5 миллион бойы бүткіл сотрудниктердің сатқызанан қайткен күндері. Олар тіркемей-ақ қой. Пожалуйста. 1,5 миллион табар тұрады, еще саған 500 мың айлық келеді. Еще саған премия келеді. Сен магазинші болсаң да, гипермаркеттің Динаның хозяйны болсаң да, сен бұл жерден отылмайсың. Вот. Сондықтан да бұл жаңағы группалық, персоналдық бонус дейді, сондай болады. Ал группалық бонус деген, мен сіздерге сондай, бәрімізде 1,5 миллион теңге жоқ па елімізде барып салып жіберетін, или там, оны салып жібересің да, бұл, оны сатып жүретін реализация үлкен маркетіміз жоқ та, мысалы айтқанда. Енді болашақта әрбір партнеріма, осы бүгін сабаққа қатысып отқан әрбір партнеріма тілейтінім сол осы лидерский бонус, персоналдық бонустарын 1,5 миллионға дейін жетіп, соны прямо айдың аяғына дым қалдырмай сатып, прямо тек помимо не табыс көре беріңіздер дегім келіп отыр. Группалық бонус тоже 3-тен 25-ке дейін. 3%-тен 25%-ке дейін сен группамен аласың. Командамен аласың. Сен 20 адам бола ма, командаңда 50 адам бола ма. Командамен аласың да сол айлыққа шығасың. 300-400 мың айлық ай сайын, еще прямой продажың бар, еще премия бар, еще промоушн бар, еще тағы не бар, бұл жерде табыс көп. Вот. Лидерский бонус жаңа айтып өттім, ЛБ деп айтылады. 18%-ке, сенің команда, сен өзің 22%-де тұрсың, астынан біреу лидерский 18%-ке шықты ма, сен уже ЛБ-ға не бересің. Не обязательно директорың будет. Сондықтан астынан бір командадан біреу 18-ге шықты ма, сразу лидерский бонусқа ие боласың. 25%-ке шықты ма, сен директорсың, астындағы адамдардан тағы да лидерский бонус ала бересің. Сен, например, сен 10 адам шақырған шығарсың. 10-да 18%-тен, 18%-тің олардың астындағылардан 10% алғанда, сен уже ақшаның астына көміліп қаласың. Грант наставник бонус деген айтқаным манағы, айттым ғой, әрбір директор шыққан сайын сіздерге 180 мың айлық түседі. Қазір 180 мың дегенмен, қазір 180 мыңнан көп қазір айтайын. 180 мың емес, қазір одан көп. Қазір айтайын. Қазір курспен ол 210 мың. Әрбір лидерскийден, әрбір директордан 210 мың айлық аласың. Оны 6 айға бөліп береді, яғни 35 мыңнан береді. Каждый директорың ай сайын. Грант наставник бонус деген осы премия статустарға. Жаңа айтып отырдым, премияға 8-ші бонус жаңа өзім немен ашып айттым, е. Білім бонусы, өсу бонусы енді қосылады. Жылдық бонус енді қосылады. Автобонус бар, бірақ автобонус туралы әлі мағлұматты толықтай изучать еткен жоқпын. Осы 4 бонусты, мына 3 бонус шығады, автобонус қазірдің өзінде жүріп жатыр. Автобонус определенно бриллиант статустан кейінгі қосылып компания, от компания берілетін бөлек бонус ол. Сенің автомобиліңе беріледі. Оны когда полностью изучать етем, сол кезде айтып шығамын. Енді саяхат. Саяхат ол сіз 5 ай бойы директор статусын ұстап отырсаңыз, сізді тегін саяхатқа алып кетеді. Яғни, байтады, ой, қойшы, көрмей жүрген Турциямыз ба, анау дейтін шығар да. Стамбулға ойлы құдай, мен өзім не жырай, 10 рет барған шығармын, осы Қытай, әлі 49 жасымда деймін да. 10 демегенмен 6-7 рет бардым. Стамбул не, мына тұрған не дедім да. Ой, Стамбул ма деп та, ең бірінші не алғанда. Бірінші бізде не келеді ғой? Бұл тек Стамбул емес. Сен директор статусын жауып шыққанда Стамбулға сені тегін алып барады. Тек аэропортқа да жетсең болды.
гостиницаң, бір апта өмірің қайтадан аэропорттан түскеннен кейін жететін ақшаң болса болды. Тым ақшасыз кетесіз демаласыз. Ең маңыздысы, біздің компанияның 9 заводын көресің. Сен көресің, помада, ерден жағып отқан помадаң қалай дайындалып жатыр. Сен көресің, каштангелдің қалай дайындалып. Қандай таза, прямо ішіне адамдардың киімі, мына микроб тазалығын өз көзімен көріп келесің ғой. Прямо Стамбулдан, мен Стамбулды барып, Лали базарды айналып, Турцияның Шопотрогын қаралап келу емес бұл жерде. Лидерді көру, осы компанияның основателін көру, сол адаммен суретке түсу, сол өзіңнің қазір халыққа таратып отқан затыңның жасалып жатқанын көру. Это не просто так Стамбул. Мен бастаған Стамбул ма дедім да, біз енді үйреніп қалғанбыз, Анталияда билетте демалып та. Сондықтан да бұл өте керемет маркетинг. Өте керемет мотивация, ол қазіргі таңда барлық өзімді де соған мотивирую, және де командамды да мен қазіргі таңда соған мотивирую. Себебі қазіргі біз енді өзіміз өскіміз келеді, адам дейтін өмірге келгенде өлу үшін келеміз, но дегенмен өліп кеткенге дейін өмірімізде өсуіміз керек. Алланың қалауы болсын, сен Алла тағала қалаған жерге дейін сен өсуің керек. Понимаете? Сондықтан да мен әрқашанда бір маркетингке келем ба, өсу үшін келем. Сен 5 ай бойы директор статусын барып ананы көргенде, сенде уже крылья появится. Вот бос директорға саған путевка, это сен Стамбулда 9 заводты аралап келгенде ғана аласың. Вот. Сондықтан да осындай қысқа маркетингіміз бұл бинар емес, бұл инвестиция емес, бұл классика. Сол. Бинарда, мысалы айтқанда, енді жамандамай ақ қояйын, бірақ бинарда гонка. Бинар бір компания жасағанда бір қызбен сұрадым. Мен дейтін 39 сауна саттым деді. Не болды? Ақша алдың ба? Я алдым деді. Енді неге келесі? Енді 39 адам жоқ қой, келесі айда онда айлайын десем дейді. Видишь, бинар всегда гонка. Мен айтпаймын, гонкасыз жоқ, гонкасыз не жоқ деп та. Везде гонка, но бұл жерде фармасияда отношение, бұл жерде подарки, бұл жерде сол адамдардың өзі айтып отырмын ғой, жақсылап компанияның продукциясы, тем более өзін сатып тұр да, жақсылап сол адамдардан бір шақырған 20 адамнан 4 ай бойы айлық алып отырасың. Енді ол да сенің айлығын көріп, ол адамдар да сені дублирует. Сондықтан да, мысалы айтқанда, сен парикмахерский салон ашатын болсаң, допустим, сен 100 000 теңге қайша аласың да, 300 000 табыс табасың. 100 000 расход жасап, 200 000 қалтаңда қалды. Шаш қиып та. Біреу сенен келіпті, шаш қиып үйреніп жатыр, ана жерден барып алады. Уже сенің клиентураңды алып кетті, қиып кетті, Біреу келіпті, тағы сені оқып алады, сен определенно 30 000 оқытасың, ана жерден барып ашты. Бір қала қытайды. Уже сенің, бірақ өз клиенттерің қалады, но дегенмен табысың өсмейді. Сен таңертең кешке дейін жаңа варикоз расширение заработаешь, шашын қиып, біреудің шашын не қылып, еще қандай клиенттер. Сосын сен үйреткен адамдардан сен табыс алмайсың. Наоборот, сенің клиентіңді отбирай. Енді жер бетінде адам көп қой, дегенмен әркім өзінің нәпақасын алады ғой. Ал сен көрсеткен адам, сен директор болып, сен дублировать етсе, сен үстіне бонус аласың. Наоборот, қазір менің Ақтау бойынша, бүткіл Қазақстан бойынша бір түйір склад ол біздің Ақтауда. Это рекорд для нас. Понимаете? Римекомыздан ашып отқан, это первый склад по Казахстану. Ешкім так не делал. Потому что Римекомыздың бұрынғы компаниямыздан опытымыз болды. Держать надо склад деген. Сондықтан да менің спонсорым маған ондай удобство жасаған жоқ. Маған егер де сөйтіп склад ашып қойса, мен жаңағы жүгіріп оның алдын алып жасамас едім. Мен енді қазір осы жерде директорларды өсіріп, Санзия ханым, например, Ақтаудың, например, Шығыстан ашып қойса бір складты, Тапсила ханым, міне 17 Шүкірен ашып қойса, маған олар конкурент емес. Маған ол бақыт. Себебі объем продаж көбейеді ғой.
жаңағыдай парикмахерскілер оқып кетеді адамдарды алып кетеді олар. Сондықтан да традиционный бизнес пен мына онлайн бизнестің разницасын біліңіздер. Сондықтан осымен қазір біздің сабағымыз аяқталды. Мен қазір бұл жерден просто остановлю трансляцию. Мхм.